Барлықтарыңызға қайырлы күн, достар. Бүгін сіздермен женттің рецебімен бөліскім келеді. Өте керемет, дәмді болып шығады. Міндетті түрде осы рецепті пайдаланып көруге кеңес беремін. Дәмі өте керемет болып шығады. Жентті дайындау үшін бізге ерітілген сары май, қант, сгущенка, шоколад, талқан керек болады. Бірінші талқанымызға қантты қосамыз. Және оны жақсылап араластырып аламыз. Содан кейін ерітілген сары майымызды құямыз. Тағы да жақсылап араластырып аламыз. Келесі шоколадымызды саламыз. Содан соң бізге сгущенкамызды қосамыз. Сгущенка бізге талқанымызды біріктіру үшін қажет. Сгущенкамыз салып болдық. Тағы да жақсылап қасықпен араластырып аламыз. Қасықпен араластырған соң қолымен араластырамыз. Жақсы бірігіп пісіну үшін. Міне мен жентті осындай арнайы формаларға саламын. Егер сіздерде ондай болмаса, жай ғана шұңғыл жалпақ табаққа салып, кейін кесіп пайдаланып жей берсеңіздер болады. Мен осындай формаға саламын. Өте әдемі болып шығады. Осылай қатты нығыздап үстін басу керек. Кейін формадан шыққан кезде өзінің көлемін, қалпын ұстап тұру үшін қажет. Барлығына осылай салып шығамыз. Біз формаларымызға салып болдық. Енді осы формаларымызды кемінде жарты сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Мінекей достар, жентіміз дайын болды. Керемет дәмді болып шықты. Дәл осы рецептпен дайындап көруге кеңес беремін. Сіздерге ұнайтынына толықтай сенемін. Видеоны соңына дейін көрсеңіздер, жүрекшені басып, маған тіркеліп кетулеріңізді сұраймын.